Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен ерекше дәмді болып шығатын, жасауы да оңай ашманың рецептісімен бөлісетін боламын. Жұмсақ дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Бізге 1 стакан жылы су, екі стакан жылы сүт, бір қасық дрожь, бес қасық қант, бір стакан сұйық май, екі жұмыртқаның ағын үстіне жағу үшін жеке алып қойдым. Сарысын алып қойдым, ағын қосам. Соған аз-аздан ұнымызды салып илейтін боламыз. Тұз, қолымызбен жұмсақ қолға жағыспайтын қылып илейтін боламыз. Осылай 1 сағат жарым ұнымызды ашытамыз. Осындай бөлшектерге бөліп аламыз. Енді осындай бөліп алған бөлшектеріміздің үстіне азғантай сары май дайындап қойдым.
Осылардан қойып, қолымызбен ашатын боламыз. Енді бұны былай ұзартамыз. Дәл осылай барлығын жасап шығатын боламыз. Осылай жасап қойдық. Енді осыны 30 минутке осы листтің үстіне қойып қоямыз. Жақсылап осылай пакетті және кигізіп қойсаңыздар болады, ауа кіргізбей. Жақсылап өседі. Осылай 30 минутке қойып қоямын. 30 минуттен кейін пісіретін боламыз. Arasına sarmayı salsanızlar da болады, салмасаңыздар да болады негізі. Салсаңыздар да болады. Bunu da 30 minutga qo'yib qo'yamiz, so'ngan keyin pishiramiz. 20 minut bo'ldi. Осылай өсті топ-томпақ болып. Енді осыған жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Ақырын жағамыз. Бейғандары басылып қалмас үшін.
күнче теуіп шығасыздар жақсылап. Дайын. Духовканы ысытып қойдым 180 градуста. Соған топ-тоза қызарғанша пісіріп аласыздар. Ашмамыз пісті, дайын болды. Қазір көрсетемін. Ыстық. Жұмсақ. Басқан кезде қайтадан орнына қайтып келсе, бұл керемет болып пісті деген сөз. Қараңыз. Керемет болып енді. Екіншісі пісіп жатыр, қазір алып көрсетейін. Ыстық. Екіншісі осылай болды. Екі листі пісірдім. Толығымен суытып, біреуін морозникке салып тастаймын. Қалған кезімде шығарып, жібігенше күтсеңіз болады, немесе микроволновкаға салып ысытып, және пісқан плошка сияқты жеуіңізге болады. Өте дәмді, керемет болып пісқан. Міндетті түрде жасап көріңіздер.